Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге қазіргі мектепке дейінгі балалардың ойындары мен ойын әрекеттері пәні бойынша дәріс оқимын. Сіздерде бүгін 8-ші лекция. 8-ші лекциямыздың тақырыбы дамытушылық ойындар. Осы тақырып аясында келесі мәселелерді қарастырамыз. Дамытушылық ойындар туралы жалпы түсінік, дамытушылық ойындардың түрлері және үшінші мәселе ақыл-ой қабілетін дамытуда дамытушы ойындардың орны. Дамытушы ойындар бұл баланың ойлау қабілетін, қиялын, есте сақтауын, тілін, дене қозғалысын және өзінің қатарластарымен қарым-қатынас жасау қабілетін жетілдіруге арналған ойын түрлері. Олар арқылы бала ойнап, көңіл көтеріп, қана қоймай, жаңа нәрселерді үйренеді, өз мүмкіндіктерін дамытады. Яғни дамытушылық ойындар баланың 5 дағдысының қалыптасуына негізгі әсер ететін ойын түрлерінің біріне жатады. Ойын бұл баланың қиялы мен ойлауын дамытудың негізгі құралы. Ол ойынды бала әлеуетін кеңейтетін әлеуметтік тәжірибе деп қарастырады. Ойын арқылы бала жас ерекшелігіне сай жаңа дағдыларды меңгереді. Ал Пиаже балалардың ойлауын дамыту үшін ойын маңызды деп санайды. Ол ойынды баланың қоршаған әлемді тануы, логикалық ойлау және мәселелерді шешу үшін қажетті әрекет деп сипаттайды. Мысалы, конструктивті ойындар мен пазлдар баланың зерттеу қабілеті мен ойлау логикасын жетілдіреді. Ал Брунер болса, ойынның балалардың шығармашылық қабілеті мен ойлауын дамытудағы маңызды рөлін көрсетеді. Ойын арқылы бала білімді тәжірибе арқылы меңгереді және жаңа дағдыларды үйренеді десек болады. Жалпы дамытушылық ойындардың түрлеріне келер болсақ, бірінші түрі бұл логикалық ойындар, ойлау қабілетін, есептеу және себеп-салдар байланысын дамыту болып табылады. Оған біз пазлдарды, фигураларды дұрыс орынға қою, қарама-қарсы ұғымдарды сәйкестендіру, сөздік және тіл дамыту ойындарын жатқызсақ болады. Сөздік қорын арттыру, тілдік дағдыларын жетілдіру, жұмбақтар, сөздерді байланыстырып, сөйлем құрау, ән айтып ойнау жатады. Ал енді шығармашылық ойындарға келер болсақ, қиял мен шығармашылық қабілетті дамыту, сурет салу, ертегі құрастыру, қолөнер жасау жатады. Яғни осы тұрғыдан біз дамытушылық ойындарды 3 түрге жіктеп қарастырсақ болады. Дамытушылық ойындар сонымен қатар әлеуметтік және эмоционалдық баланың дағдысының да қалыптасуына зор септігін тигізеді. Балалар бірге ойнағанда ынтымақтастық, кезек күту, достық және эмпатия сезімін үйренеді. Физикалық ойындар арқылы қалың және күрделі және ұсақ моторика дамиды, яғни жүру, секіру, сурет салу, қиып жапсыру сияқты әрекеттерге машықтанады. Ақыл-ой қабілетін дамытуда ойын ең тиімді әдіс. Дамытушы ойындар танымдық сезімді оятады. Яғни балада тану, іздену, әрекетін дамыта отырып, ойдың талдау және әрекеттің логика процесіне икемделеді. Жаттығуын және тапқырлығын, қиял ұшқырлығын қалыптастырады. Бұл жағдайда сөз жұмбақтар, ребустар, кроссвордтар баланың танымдық қабілетін дамытуына септігін тигізеді. Өз шығармашылығымен балалар сөз жұмбақтарды құрастырса да болады. Оған біз мнемотехнологиясында кеңінен пайдалана аламыз. Балалар еркін сөздерді буынға бөліп, ойлау қабілеті дамиды. Есеп сабағынан білім деңгейі кеңейеді. Енді біз ребус түрлеріне келер болсақ, қағаз бетінде заттық суреттер, 2 суреттер, 4 суреттер болуы мүмкін.
Жалпы ребус арқылы ретімен орналастырылған жасырып тұрған сөзді табуға болады. Дамытушылық ойын мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы үшін маңызды құралдардың бірі болып табылады. Ойын тек көңіл көтеру ғана емес, сонымен қатар баланың ақыл-ой қабілеттерін, логикалық ойлауын, есте сақтауын және шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге бағытталған тиімді әдіс. Пазлдар, конструкторлар, сандық және түсті ойындар баланың логикалық және кеңістік ойлау қабілетін дамытса, рөлдік ойындар қиял мен тілдік дағдыларын жетілдіреді десек болады. Жалпы мектепке дейінгі білім беру бағдарламасындағы ойын түрлерінің барлығының негізгі мақсаты баланы дамыту болып табылады. Сондықтан да қай ойын түрін алсақ та, оның негізгі мақсаты баланың 5 дағдысын қалыптастыра отырып, баланың танымын кеңейту болып табылады. Оған біз конструктивті ойынды алайық, дидактикалық ойынды алайық, қазақтың ұлттық ойындарын алайық. Бұлардың барлығы да негізгі мақсаты балалардың танымдық қабілетін дамыту болып табылады. Осымен біздің лекциямыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы тақырыпқа сәйкес ұсынылып отырған әдебиеттерді пайдалансаңыздар болады. Сау, саламат болыңыздар.